бұл жолдаудың басты бағыттарын президентіміз атап өтті. 10 бағытты көксей отырып, жалпы біздің саяси реформа жасау мақсатын көздеді. Ал енді ең басты мақсаты жолдаудың болашақта Қазақстанның болашағын ойлау және Қазақстанның болашағындағы саяси реформаларға байланысты билік өкілдерінде жүрген кейбір лауазымдарға шек қою мәселелері қарастырылды. Осыған байланысты Әуезов атындағы университеттің саясаттану кафедрасы, жалпы заң ғылымдары және экономика, философия кафедраларының жаңағы зиялы қауымменен эксперттік көзқарас. Яғни сол жолдаудың төңірегінде айтылған мәселелерге біз қалай кірісу керекпіз, біз қай жолда жұмыс жасау керекпіз деген сұрақтар талқыланып, және сол сұрақтарға жақсы жауаптар алынды. Енді зиялы қауым болғаннан кейін, интеллигенцияның өкілдері, жоғарғы оқу орындары жастармен жұмыс жасап атқаннан кейін, біз бұл жолдауды басты бағым ретінде қолданып, оны қолдауға, тіпті кеше президент те өзінің сөзінде соңында, біз жаңа Қазақстанды жасау үшін бізге ең бірінші бейбітшілік пенен ауызбіршілік керек деді. Осы ұғымды әрі қаратса дамытсақ деген ұйғарым шешім қабылдадық. Бұл жолдау саяси реформалар басым болды. Президенттің өзі айтты, негізі біздің болашағымыз, біздегі алдағы даму жоспарымыз барлығы осы саяси реформаларға байланысты. Егер де біз биікке шығамыз, биікке самғимыз, алға жылжимыз десек, біз саяси реформаны жүргізу керекпіз деген ойды білдірді. Оған нақты қадамдарды да көрсетті. И соған қосымша өзінен бастады. Мына президенттік өкілеттіктерді шектеу бойынша да. Соның ішінде жаңа партияны айтты. Мен партияның құрамынан осы жылдың өзінде шығам деді. Ары қарай заңды тұрғыда облыстардың әкімдері, аудан әкімдері, жаңағы оның орынбасарлары партияның басшылығында болмау туралы заң қабылдаймыз деді. Ол өте дұрыс және қажет.